Қазақ тілі. Сабақтың тақырыбы етістік. Оқу мақсаты. Мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау. Төмендегі сөздерге қарап, мәтін не туралы екенін болжап көр. Мақта, өсімдік, құнарлы топырақ, қауашақ, ақ мақта. Мақтаны күнделікті тұрмыста көріп жүрміз. Көбінесе мақтаны ем-дом жасағанда пайдаланамыз. Ал мақта өсімдік екен. Ол тегіс далада өсіріледі. Тыңда, 76-шы беттегі 15-ші жаттығу. Мақта аса бағалы өсімдік. Одан талшық алынады. Мақта құнарлы топырақты және ылғалды ұнатады. Ол суармалы жерде өсіріледі. Піскен кезде қауашағы ашылады. Одан үлпілдеген ақ мақта көрінеді. Мақта далалы жерде өсіріледі. Мақтадан талшық алады екенбіз, яғни жіп алынады. Мақта ылғалды және топырақтың құнарлылығын ұнатады. Ол суармалы жерде өсіріледі, яғни адамдар оны суарады екен. Піскен кезде оның басындағы қауашақ ашылады. Ал қауашақтың ішінен ақ мақта көрінеді. Мақтадан жіп иіріледі. Жіптен мата тоқылады. Ал матадан киім тігіледі. Мақтадан бұдан басқа май алынады. Ал майды тағамға пайдаланамыз. Енді тыңдағаның бойынша сұрақтарға жауап бер. Қалай ойлайсың? Мәтінде мақта сипатталды ма? Әлде әңгімеленді ме? Жетпіс алтыншы беттегі 16-шы жаттығу. Көшіріп жазып, етістіктің астын сызамыз. Етістік сөйлем соңында тұратынын, оның іс-әрекетті білдіретінін ұмытпа. Оқулығыңның 77-ші бетіндегі суреттерге қара. Қай суретте кішкентайларға қамқорлық бейнеленген? Бірінші суретте ме, әлде екінші суретте ме? Суреттердің астына көз сал. Сұрақтардың орнына қажетті сөзді қойып, көшіріп жаз. Етістіктің астын екі сызықпен сыз. Кім інісін киіндірді? Сұрақтың орнына қажетті сөз қой. Кім өзі киінді? Сұрақтың орнына қажетті сөзді қой. Етістікті тап, астын екі сызықпен сыз.